Медитацияны тыныш жерде тыңдау керек. Сізге ешкім кедергі жасамау керек. Өзіңізге ыңғайланып жайғасып алыңыз. Мейлі жатсаңыз да, отырсаңыз да сізге ыңғайлы болсын. Телефоныңызды дауыссыз режимге қойып, құлаққабыңызды киіп алыңыз. Ішкі бала, бұл біздің бір бөлігіміз. Әлемді қабылдауымыз, әлемге көз қарасымыз, әлемге деген сенімділігіміз бала кезден қалыптасады. Біз бәріміз бақытты, ішкі атмосферасы махаббатқа толы, жылулыққа толы отбасында келмеуіміз мүмкін. Бала мен әке-шешенің ара-қатынасында алшақтық болуы мүмкін, эмоционалдық тұрғысында бір-біріне жақын болмауы мүмкін. Ал әке-шешесімен эмоционалдық жақын емес бала өзінің сезімдерін түсінбейді, өзіне деген сенімділікті жоғалтып, өзін қауіпсіздікте сезбейді. Ол бала өзіне не керектігін білмейді. Сондықтан бұл бала басқа балалардың ойы, сезімі өзінікінен маңызды деп ойлайды. Өсе келе бұл адам осы жүйені басқа адамдармен араласқанда пайдаланады. Бұл оған жайсыздық әкеледі. Көбінесе қатты көңілі қалады. Қиын отбасында өскен бала өзінің ойы болмайды. Болса да оны ешкім елемейді, қолдамайды. Артықшылығы болса да, кемшілігі болса да, оны қабылдамайды. Ол бәрі секілді болу керек. Қиын жағдай болса, ол туралы айтпайды. Айтқанның өзінде ол ұрыс керіспен аяқталуы мүмкін. Бұндай отбасында қиын жағдай болса, оны жоққа шығарады. Немесе оның бар екенін жасырады. Ал негізінде жақсы отбасында барлық мәселені ашық айтып, көмек керек кезде көмекке шақыра білу керек. Және ол мәселені қатал үкім алмай, керісінше қолдау мен түсініспеушілік алады. Ал қиын отбасында өскен бала керісінше эмоциялар мен жағдайларға тап болады. Бұл балаға жақсы болған үшін, тәрбиелі тәртіпті болған үшін жақсы көреді. Ал қателік жасаса, әке-шешесінің махаббатынан айырылу жазасын алуы мүмкін. Сондай атмосферада өскен бала өсе келе бұны сырттан махаббат арқылы толтырамын деп ойлайды. Өзіне не керектігін білмей, ересек адамға айналмайды. Жанұяда ол дұрыс қарым-қатынас таңдамайды. Және де ішкі бос орнын сырттағы махаббатпен толтырамын деп ойлайды. Бірақ бұл әлемнің өз заңы бар. Тартылыс күші арқылы тура өзі секілді махаббат жетіспейтін ересек емес адамға жолығады. Екеуінің бақытты боламыз деген арманы орындалмауы мүмкін. Өкінішті, бірақ бұны білу керек. Сондықтан басқаша әрекет етуіміз керек. Бұл медитация ішкі кішкентай балаға немесе кішкентай қызға арналған. Бұл психологпен жұмысын айырбастай алмайды. Бірақ бұл медитация жасау арқылы біз өзімізді түсінуге көмектесеміз. Дайын болыңыз. Мұрныңыз арқылы терең демаламыз. Демалыңыз. Деміңізді 1-2 секунд ұстап тұрыңыз. Аузыңыз арқылы шығарыңыз. Қайта мұрын арқылы демалыңыз. 1-2 секунд тоқтатыңыз деміңізді.
қайта аузыңыз арқылы шығарыңыз. 5-тен 1-ге дейін санаған кезде денеңізді толық босатып, ішкі әлеміңізге барыңыз. 5, 4, 3, 2, 1. Денеңіз бос, әрі ауыр болып тұр. Сіздің алдыңызда кішкентай бала отыр деп елестетіңіз. Оны жақсылап қараңыз оған. Жасы қаншада, түр-әлпеті қандай. Қалай елестетсеңіз де, ол сізбен байланысқан. Ол жоғарғы сізсіз. Сіздің таза, сау қалпыңыз. Ол балаға жоғарыдан ақ жарық түсіп жатыр. Жарық тура ол баланың басына құйылып жатыр. Ал құйылуға кедергі болып жатса, сіз қолыңызды созып, жарықты судың кранын ашқандай ашып көмектесе аласыз. Ақ жарық бұл энергия. Бұл энергия баланың бүкіл басына, құлағына, денесіне құйылып жатыр. Бұл жарық барлық керек емес бөтен нәрселерден тазартып жатыр. Бәрін жуып жатыр. Байқасаңыз, ол бөтен нәрселер сіздің қорқынышыңыз, жаман сезімдеріңіз, жаман энергияңыз, оның бәрі жерге түсіп, еріп кетті. Ары қарай байқасаңыз, бұл жарық иығына келді, көкірегіне, қолына бүкіл негативтер түсіп жатыр. Ішінен бұл жарық су секілді барлық жаман сезімдерді жуып жатыр. Күмәнді жуып жатыр. Қорқынышты, өзіне деген сенбеушілікті бәрін жууда. Сіздің ішіңіздегі үлкен уайымды сыртқа шығаратын кез келді. Ол уайымды қара түтін деп елестетіп, сыртқа шығарып тастаңыз. Шығаруға мүмкіндік беріңіз, өзіңізге мүмкіндік беріңіз. Бала әрқашан ашық, сондықтан ол қорғансыз. Ол губка секілді бәрін өзіне тартады. Оған айтылған барлық нәрсені шындық деп ойлайды. Көп нәрсеге лайықты емеспін деп ойлайды. Үнемі бір нәрсе жетпеу керек деп ойлайды. Енді осының бәрі олай емес екенін балаға түсіндіріңіз. Ода бәрі жақсы екенін айтыңыз. Одан кешірім сұраңыз. Оны үнемі сөккеніңіз үшін, керек кезде батылдық көрсетпегеніңіз үшін кешірім сұраңыз. Оған ересек кезіңізде қолдау көрсететініңізді айтыңыз. Оны жақсы көретініңізді айтыңыз. Мен сені жақсы көремін. Мен сені түсінемін. Мен сені бағалаймын. Сен сұлусың. Сен сондай сүйкімдісің. Сен сондай көңілдісің. Сен жақсы өмірге лайықсың. Сен жақсы көруге лайықсың. Сен құрметке лайықсың. Сенде бәрі жақсы болады. Сенде әрқашан солай болған. Сен күштісің. Сен батылсың. Сенде мейірімділік бар,
Сен ақылдысың. Сен данышпансың. Мен сені жақсы көремін. Мен сені жақсы көремін. Өзіңіздің ішкі балаңызға оны қорғаймын деп сөз беріңіз. Оған әрқашан түсінікпен қараймын деңіз. Оған қабылдатып үйретіңіз. Мейіріммен қарап үйретіңіз. Қиын кезде қолдайтыныңызды айтыңыз. Сіздің басты ұраныңыз: мен ешкімді кінәламаймын. Мен себеп пен салдарын іздеп, түсінікпен қараймын деген ұран болсын. Оған да кінәламауды үйретіңіз. Ал енді терең демалыңыз. Деміңізді шығарарда, сіз кішкентай баланы өзіңізге тартыңыз. Мәне, сіз жаңа адамсыз. Өзіңізді сүйіңіз, жақсы көріңіз. Өзіңіздің қолдарыңызды, аяқтарыңызды, денеңізді жақсы көріңіз. Мен өзімді сүйемін. Мен өзімді жақсы көремін. Мен өзімді бағалаймын. Мен өзімді құрметтеймін. Жаңа сезіміңіз қандай? Өзіңізге деген сенім пайда болды ма? Өзіңізге деген мейірімділік, сүйіспеншілік пайда болды ма? Өзіңізді сөккен кездеріңізді есіңізге түсіріңіз. Ол сізге пайда әкелді ме? Әлде зияны көп болды ма? Сізге бақыт пен махаббат әкелмейтін нәрселерден бас тартыңыз. Сізге өзіңізді қабылдау үшін еш нәрсенің қажеті жоқ. Тек өзіңіз қандайсыз, солай жақсы көріңіз. Сіз өзіңізге деген махаббатыңыз орта тұста болсын. Сіз ешкімнен жаман емессіз. Ешкімнен жақсы да емессіз. Сіз жай ғана пендесіз. Сізге сәт